Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағы. 3-ші сынып. 106-шы сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы разрядтан аттамай 2 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша бөлу. Сонымен қатар қазақ халқының ұлы ағартушыларымен танысамыз. Сен бүгін 2 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша бөлуді үйренесің. Ахмет Байтұрсынұлы ақын, ғалым, аудармашы, педагог. Ахмет Байтұрсынұлы қазіргі Қостанай облысы Жангелдин ауданында дүниеге келген. Сендер білесіңдер балалар, Ахмет Байтұрсынұлы тұңғыш қазақ әліппесін жазған. Ал енді бірінші тапсырмаға қараймыз. Тиімді тәсілмен есептеп, Ахмет Байтұрсынұлы қай кітаптың авторы екенін анықта. 400 бен 160-тың қосындысын 40-қа бөлеміз. Алдымен 400-ді 40-қа бөлеміз, оған қосамыз 160 пен 40-тың бөліндісін. 400-ді 40-қа бөлсек 10 болады, 160-ды 40-қа бөлсек 4 болады. Екеуінің қосындысы 14-ке тең. Яғни Ахмет Байтұрсынұлының кітабы қазақша әліппе. Балалар, екінші тапсырмаға қараймыз. Есептеудің қалай орындалғанын түсіндір дейді. Бізге төмендегідей мысал берілген. 60 пен 9-дың қосындысын 3-ке бөлеміз. Алдымен жақшаны ашамыз. 60-ды 3-ке бөлеміз, оған қосамыз 9 бен 3-тің бөліндісін. Бірінші бөлу амалдарын орындаймыз. 60-ды 3-ке бөлсек 20 болады, 9-ды 3-ке бөлсек 3 болады. 20 мен 3-ті қосқанда 23 болады. Енді балалар 2 таңбалы сандарды бөлуді баған түрінде жазып есептеген ыңғайлы екенін білеміз, соны үйренейік. 86-ны бөлеміз 2-ге. Бірінші толымсыз бөлінгіш бізде 8. Яғни бізде жауабымызда 2 таңбалы сан шығады. Ондықтарды бөлеміз. 8-ді 2-ге бөлгенде 4 болады. 4-ті жаздым. Енді тексеремін. 2-ні 4-ке көбейтсек 8 болады. 8-ден 8-ді азайтсам 0. Бірліктерді бөлеміз. 6-ны түсірдік. 6-ны 2-ге бөлсем 3. 3-ті жаздым. Енді тексеремін. 2-ні 3-ке көбейтемін. 6 болады. 6-дан 6-ны азайтсақ 0 болады. Жауабын оқимын. 43. Ал енді балалар қайталап жіберейік. 2 таңбалы сандарды бөлуді баған түрінде жазып есептеген ыңғайлы. Онда бұрыштап жазу қолданылады. Бөлуді үлкен разрядтан ондықтан бастап орындайды. Бөлу қалай орындағанына қара. Жазамын. Бөлінгіш 86, бөлгіш 2. Бірінші толымсыз бөлінгіш 8 ондық болғандықтан, біздің жауабымызда 2 цифр болады, ондық және бірлік. Ондықтарды бөлемін. 8-ді 2-ге бөлсек 4 болады. Бөліндіге 4 санын жазамын. Тексеремін. Қанша ондықты бөлдік? Ол үшін көбейтемін. 2-ні 4-ке көбейтсек 8 болады. Ондықтардың астына 8-ді жазамын. 8-ден 8-ді азайтсақ 0 болады. Ондықтар толық бөлінді. Енді бірліктерді бөлемін. 6-ны 2-ге бөлсек 3 болады. Бөліндіге 3 санын жазамын. Қанша бірліктерді бөлгенімді тексеремін. Ол үшін көбейтемін. 2-ні 3-ке көбейтсек 6 болады. Бірліктердің астына 6 санын жазамын. 6-дан 6-ны азайтсам 0 болады. Яғни бірліктер толық бөлінді. Жауабын оқимын. 43. Үшінші тапсырманы дәптерге жазамыз. Өрнектерді баған түрінде жазып және есептейміз. 4-ші тапсырмаға қараймыз. Есепті шығар. Жолаушылар пойызындағы 3 вагонның әрқайсысында 32 жолаушыдан. Ал 2 вагонның әрқайсысында 24 жолаушыдан бар. Бұл есептің шарты. Енді есептің сұрағы. Пойызда барлығы қанша жолаушы бар? Қысқаша шартын жазамыз. 2 вагонда 24 жолаушыдан, 3 вагонда 32 жолаушыдан. Сұрағы барлығы белгісіз.
шешуінде 3-ті 32-ге көбейтеміз, оған қосамыз 2 мен 24-тің көбейтіндісін. 96-ға 48-ді қоссақ, 144 жолаушы болады. Барлығы 144 жолаушы. Үйге балалар. 6-шы тапсырманы беремін, 58-ші беттегі. Бұл тапсырмада көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнектейсіңдер. Мысалы, 476 миллиметрде қанша дециметр, қанша сантиметр және қанша миллиметр бар екенін жазасыңдар. Осыған ұқсас тапсырмаларды орындайсыңдар. Іске сәт!